Балалар, бүгінгі информатика сабағын бастайтын боламыз. Өткен тақырыпқа шолу жасау мақсатында миға шабуыл әдісі арқылы сіздерге бірнеше сұрақтар қоямын. Сіздер робот дегенді қалай түсінесіздер, балалар? Робот дегенді қалай түсінесіздер? Робот деген техникамыз, ол адамды жұмысын жеңілдететін құрал. Тағы кімде қандай ой бар? Айта қойыңыз. Робот адамның көмекшісі. Адамның көмекшісі болып табылады екен. Өте дұрыс, балалар. Сіздердің ойларыңыз дұрыс. Яғни робот деп отырғанымыз адамның көмекшісі болып табылады екен. Балалар, бүгінгі жаңа тақырыпты ашу мақсатында мына жерде қандай екі суреттің айырмашылығы, ұқсастығы бар? Кім айтады екен? Ғибрат айтады. Білім беру роботтары. Білім беру роботтарында қандай роботтар қолданылады? Леголар қолданылады. Дұрыс айтасыз. Отыра қойыңыз. Келесі роботтан қандай суреттер көріп тұрсыздар? Айдос, айта қойыңыз. Әкей, бұл екінші робот, медициналық робот. Бұл медициналық робот көбінесе ауруханаларда болады. Дұрыс айтасыз. Өте дұрыс, жарайсыз. Отыра қойыңыз. Балалар, сұраққа дұрыс жауап бердіңіздер. Енді бүгінгі жаңа тақырыбымыз роботтың түрлері және оларды қолдану болып табылады. Сабағымыздың мақсатына тоқталатын болсақ, роботтардың түрлерінің үлгілерін және оларды қолдану салаларына мысал келтіру. Робот адамның белгілі бір жұмыстарын, іс-әрекеттерін жеңілдететін құрал, яғни ол біз бүгін соның түрлеріне тоқталатын боламыз. Өндірістік роботтар, медициналық роботтар, білім беру роботтары, зерттеу роботтар, іздену және құтқару операциялары, әскери техника мен қауіпсіздік роботтары болып табылады екен. Енді өндірістік роботтарға тоқталатын болсақ, өндірістік роботтар деп біз фабрика, заводтарда жұмыс жасайтын роботтарды біз өндірістік роботтар дейміз. Ал медициналық роботтар деп отырғанымыз, ол өзінің аты айтып тұрғандай, белгілі бір адамның диагнозын табу мақсатында қолданылатын роботтарды айтамыз. Тұрмыстық роботтар деп отырғанымыз белгілі бір үй шаруасына көмектесетін, яғни сіздердің аналарыңызға көмектесетін роботтарды біз тұрмыстық роботқа жатқызады екенбіз. Ол мысалға бізде кір жуатын машина бар ма? Кір жуатын машинамыз, белгілі бір пылесостарымыз, бұлар тұрмыстық роботтарға жатады екен. Робот тірі ағзаға ұқсатып жасалынған автоматты құрылғы. Ол түрлі датчиктер арқылы ақпарат алады және өзіне жүктелген программаға сәйкес әрекет етеді. Алғаш рет робот сөзін чех жазушылары ағайынды Карел және Йозеф Чапектер 1920 жылы енгізген. Робот сөзі чех тілінде еріксіз еңбек ету деген мағынаны білдіреді. Бүгінгі таңда роботты қазақ тілінде құлтемір деп те атап жүрміз. Роботтар не үшін қажет? Адамдар роботты ауыр әрі қауіпті жұмыстарда, мысалға, минадан тазалау жұмыстарына пайдаланады. Робот адамның, жануарлардың моделі. Оған тірі ағзалардың, адамдардың, жануарлардың сезім мүшелерінің қызметін көшіреді. Роботқа бионика сияқты қолданбалы ғылымның қағидаларын қолданады. Ол өздігінен немесе командалар беретін адамның басқаруымен жұмыс істей алады. Адамға ұқсас роботты андроидтар деп атайды. Андроидтарды көбіне ойыншық немесе қызметі шектеулі үй жұмысына көмекші ретінде қолданады. Халықаралық стандарт бойынша роботқа төмендегідей сипаттама берілген. Робот екі немесе одан да көп ось бойынша программаланатын, белгілі бір дербестікпен жұмыс істеп алға қойылған міндеттерді орындайтын механизм. 2019 жылы 16 сәуірде өткен халықаралық Сколково робот-техникалық форумында әлемдік робот-техника нарығына аналитикалық талдау ұсынылды. Талдауды Сбербанк робот-техникалық зертханасы дайындады. Сол аналитикалық талдаудың екінші бөлімінде роботтың анықтамасы мен жіктелуі келтірілген. Осы аналитикалық талдау бойынша бір уақытта берілген үш шартқа сәйкес әрекетті орындайтын кез келген механизм робот деп атауға болады. Ол қандай шарттар дейтін болсақ, сенсорлардың көмегімен сыртқы әлемнен ақпарат немесе команда қабылдау. Бұл жерде сенсорлар қызметін
атқаратын құрылғыларға микрофондар, камералар, әртүрлі электрлі, механикалық және тағы басқа датчиктерді жатқызуға болады. Әрекет қабылданған шешімнің нәтижесінде қозғалысқа келу, сыртқы әлемге қандай да бір түрде әсер ету. Ойлау, сырттан келген ақпаратты немесе команданы түсіну, ойлану. Түсіну және ойлау нәтижесінде әрекеттерді жоспарлау және шешім қабылдау. Балалар, роботтың негізгі түрлеріне тоқталып өтейік. Өндірістік робот бұл өнеркәсіпте адамдарға ұқсамайтын, бір орында тұрып жұмыс істейтін стационар роботтар жиі қолданылады. Оларға робот-станоктар, өндірістік желілер және манипуляторлар жатады. Медициналық робот бұл хирургиялық ота жасау, тамырға дәрі жіберу, массаж және тағы басқа жұмыстарға қолданылады. Ең танымал хирургиялық робот Да Винчи. Оның көмегімен бірнеше хирург операторлар жоғары дәлдіктегі оталарды жасайды. Адам ағзасына күрделі ота жасау үшін өте кіші нанороботтар қолданылады. Тұрмыстық робот бұл ауыр жұмысты жеңілдетіп, көмекші қызметін атқарады. Бұл роботтар хатшы болады, бөлмелерді тазалайды, жануарлардың қызметін атқарады. Мысалы, кейбір бұйрықтарды орындай алатын робот-ит, робот шаңсорғыш, тағы басқалар бар. Әскери робот бұл әдетте қашықтықтан басқарылады және ерекше қауіпті жағдайларда адамды алмастыра алады. Бұл роботтарға робот мина тазалаушы, робот танк, робот санитар және тағы басқа түрлері мысал бола алады. Робот мұғалім бұл мұғалімнің көптеген қызметін атқарады. Мысалы, дауыстап оқиды, бірнеше тілде сөйлейді, тапсырмалар бере алады. Мұндай роботтар әзірше адамның эмоциясын ажыратып, ол сияқты ойлай алмайды. Оқушыларды ынталандыру, сыныпты басқару сияқты қызметтерді орындай алмайды. Жоғарыда роботтың барлық түрі айтылған жоқ. Өйткені бұл сала әлі де даму үстінде. Болашақта әртүрлі салада адам қызметін ауыстыратын роботтардың сан алуан түрі пайда болуы мүмкін. Әдісі арқылы жұптық тапсырма орындаймыз балалар. Мына жерде бірнеше сөздер берілген. Осы қалып кеткен сөздерді жұптарыңыз арқылы, қастарыңыздағы екі оқушы арқылы бірге отырып орындайсыздар. Келістік па? Мінекей. Балалар, бұл жұптық тапсырманы орындау мақсатында бос орындарға сөзді толтырасыздар, иә? Әр дұрыс жауапқа 2 ұпайдан беріледі. Бағалау түрі, мына жердегі роботты көріп тұрсыздар ғой, иә? Осы роботтарды зарядтаймыз. Мына жердегі батареясы арқылы зарядтап, әр неге топқа дұрыс жауапқа 1 батареядан беріп отырамыз. Мысалға, ғибрат пен айтөреге 1 батарея дұрыс болған жағдайда өстіп ұпай сандарын жинап өздеріңізге ұпай қосып отырасыздар топтарыңызға. Келістік па? Әпке біз айтсақ бола ма? Дияр, Айдана айта қойыңыздар. Робот адамға көмектесу үшін жасалған күрделі автоматтық құрылғы. Өнеркәсіптік роботтар зауыттарда жұмыс істейді. Робот шаңсорғыш сияқты тұрмыстық роботтар бізге үйге көмектеседі. Медицина роботтары дәрігерлерге көмектеседі. Ал көлік роботтар жүргізуші жұмыс істей алады. Адамды қауіпті жағдайда, мысалы жоғары радиацияда алмастыратын роботтар әсіресе маңызды. Жарайсыздар. Қызмет көрсету роботтары тобы сіздерге мінекей бірінші тапсырмаларыңызға 3 батарея берілді. Келесі тапсырмаға, екінші тапсырмаға көшетін болса, сәйкесін тап әдісі арқылы мына жерде берілген суреттерге сәйкес атауларын тауып сәйкестендіреміз. Ұпай саны беріледі. 3 ұпай беріледі. Бүгінгі
сабақта рандом арқылы екі топқа отырдық, иә. Бірінші тобымыздың атауы өндірістік роботтар сіздер, екінші топ қызмет көрсету роботтары болып, өздеріңіздің топтарыңыздың атауларын қойып алдыңыздар, иә. Жарайсыздар. Жеке жұмыс әрқайсыңыз бөлек-бөлек орындайтын боласыздар, балалар. Балалар сәйкесін тап, екінші тапсырмасы уақытысы аяқталды. Кім дайын екен? Кім дайын екен? Қай топ? Өндірістік топ дайын екен, әлде тұрмыстық роботтар дайын екен? Қайсы топ дайын екен? Айта қойыңыз, Алдияр. Бір, өнімді қорапқа салу, қаптамалау. Дұрыс, өте жақсы. Отыра қойыңыз. Келесісін кім айтады? Айта қойыңыз, Арина. Екінші суретте қандай не көріп тұрсыздар? Адамдарды емдеу. Адамдарды емдеу. Яғни қандай роботтың түріне жатады екен? Адамдарды емдеу. Жоқ, қандай медициналық? Медициналық роботтардың түрлеріне жатады екен, иә? Үшінші суретте қандай сурет көріп тұрсыздар? Екінші топ айта қойыңыз. Кім Арина айта қой? Үшінші суретте бейнеленген үйде жинау роботы. Қандай роботтың түріне жатады ол? Тұрмыстық. Дұрыс айтасыздар. Тұрмыстық роботтың түріне жатады екен. Ол тағы. Төртінші суретте қандай робот көріп тұрмыз? Айта қойыңыз. Төртінші суретте бейнеленген робот қауіпті жарылыс заттарды анықтау. Яғни қандай роботтың түріне жатады екен? Дұрыс айтасыздар. Әскери роботтың түріне жатады екен. Функционалдық сауаттылық тапсырмасы математикалық бағытқа арналған қалалық ауруханаға жаңа роботтарды енгізіліп жатыр. Бас дәрігер 5 ұсыныстан тұратын қысқа баяндама жазуға көмектеседі. Яғни бұл жерде бас дәрігерге сіздердің көмектеріңіз қажет. А нұсқасы медициналық роботтардың қандай түрлері бар екендігін түсіндіреміз. Б нұсқасы осындай роботтың бір нақты мысалын келтір және оның пайдасын сипаттаңыздар. Бағдәулет айта қойыңыз. Медицинада хирургиялық, диагностикалық және оңалту роботтары қолданылады. Олар медицинада пациенттерді емдеуге және тексеруге көмектеседі. Дұрыс. Балалар сергіту мақсаты ретінде роботтың барлығымыз биін билейтін боламыз, иә? Балалар, мына жердегі тапсырманы көріп тұрған боларсыздар, иә? Мына жерде бізге роботтар берілген. Осы роботтардың үстін баса сіздерге құпия тапсырмалар шығады. Осы тапсырмаларды шығып орындайтын боламыз. Келістік па? Иә. 5 сауалма. Шыға қойыңыз. Балалар, кері байланысқа бүгін мына роботтарды басу арқылы өздеріңізге ұнаған тақырыптарды түсіндіріп өтіңіздер. Балалар, бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында бір ауыз сөзбен кері байланыс беріп өтсеңіздер. Кім айтады? Айдана айта қойыңыз. Бүгінгі сабақ өте түсінікті әрі қызық болды. Біз бүгін роботтың көптеген түрлерін өттік. Дияр, сен айтасың. Маған бүгінгі сабақта өндірістік роботтар қатты ұнады. Өндірістік роботтар қатты ұнады. Несімен саған ұнады? Олар көптеген жұмыстарды істей алады. Дұрыс айтасыз. Отыра қойыңыз. Келесі Арина. Бүгінгі сабақта маған тұрмыстық роботтар қатты ұнады. Өйткені бұл менің анама керекті құрал. Өте дұрыс. Яғни тұрмыстық роботтар біз күнделікті үйде аналарымыз қолданады екен, иә? Жарайсыздар, отыра қойыңыздар. Мақсатында қанша батарея жинадыңыз? Яғни роботтарыңыз сіздердің батареясы толықты ма екен? Қайсысы толықты екен? Бізде 15 батарея. Яғни бұл қызмет көрсету тобы. Жарайсыздар, сіздер бірінші орынға ие болдыңыздар. Балалар, үй
тапсырмасы бүгінгі жасанды интеллектті пайдалана отырып, қарт адамға тұрмыстық роботтардың идеясын ойлап тап. Сіздер белгілі бір осы жасанды интеллектті қолдана отырып, өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды үйден ізденіп келесіздер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.